Есімім Мырза, продюсермін. Общий саны 186 миллион теңге оборот жасаған запусктар бар. Қазіргі таңда Топырақ атты академия құрып жатырмыз. Ол жақта Табиғат Қаутай, Асхат Абжанов, Түрек Бекбаев сияқты адамдармен, топ психологтармен қосылып, өзіндік дамуға арналған психологиялық проблемалар шешетін академия құрамыз. Және нарықта Дубайға ретрит турлар ұйымдастырумен танымалмыз. Контент-мейкердан продюсерға өткен кезде өте көп баста каша болды. Делегирование жағынан, командамен управление жағынан, соның бәрін тек өзім істеп жүрмін, басқаларға берсем ол либо дұрыс емес істейді, либо мен қалағандай істемегендіктен барлығын өзім істеп жүрмін. Сол өте қатты выгорание алып келді негізі. Сондай запроспен келдім Ақтонаға, яғни полный процесстерді қалай жұмыс істеуді білмедім, неден басталады вообще. Процесстің ішінде жүрген кезде барлығы идеальный сияқты көрінді, яғни барлығы дұрыс келе жатырмыз деген сияқты. Мысалы, мен проблеманы тек продажниктарда да ойладым, яғни өзім продажға кіріп кеттім. И оказывается, Астанаға келіп разбирать еткен кезде, оказывается, тек ол жақта ғана емес, жалпы в целом бизнесте проблемалар өте көп болып тұр екен. Яғни финансы жағынан, финансының ішіндегі осы фин модель жағы, вообще чистый прибыль қанша қалады, кімге қанша кетеді деген сияқты. Одан бөлек CRM жоқ болды ешқандай. Яғни менеджерлармен дұрыс басқара алмадым. Сол жағы бар. Потом маркетинг жағынан өте көп көмектесті. Яғни мысалы элементарно сол презентациямыздың өзі, оказывается, коммерческое предложениеміз не продающий екен жалпы. Соны өзгертіп, более конверсияны жоғарылаттық. Одан бөлек оргструктураны дұрыстап құруға көмектесті. Яғни бізде өте көп кашалар болды, яғни бизнес процесстерде. Біреуге бір зат айтасың ба, ол в конечном итоге вообще басқа болып шығады. Соңында берілген задача дұрыс орындалмайды. Из-за этого команданың өзінде каша болып, яғни не болып жатқанын түсінбей кетесің, яғни проблема қай жақтан болып тұрғанын түсінбей кетеді. Моменттер болды. Клиенттермен жұмыс жағынан көмектесті, яғни клиентке қалай жеңіл жеткізу керек, қалай воронканы эффективті қолдану керек деген жағынан болды. Одан бөлек, яғни каздев деген нәрсені более толық глубже түсіндірді. Яғни через каздев қандай продукттарды шығару керек екенін түсіндік, яғни клиенттердің бойлдарын, запростарын түсіну арқылы қай продуктты больше акцент қою керек екенін түсіндік. Және соған қарай фин модельді түсіндіріп өтіп, толықтай. Және сол фин модельдің көмегімен қазір толықтай продукттарды бөліп тастадық, яғни қайсы более эффективно, соған акцент қойып жатырмыз. Бизнестегі главный решать ететін нәрсе тек маркетинг емес та, негізі. Сол нәрсені өте қатты түсіндім. Яғни маркетинг жақсы болса болды, қалған нәрселер бола береді деген нәрсе тема оймен жүрдім. Оказывается, бизнес процессінің ішінде, яғни өте көп подводные камнилар бар, которые нужно изучать. Солармен фундамент қою арқылы уже дальше бизнестің успехы да қайда жақсырақ болатынын түсіндім. Қазір именно академияда система құрып жатырмыз, толықтай. Өте көп пониманиялар келді бизнесті қалай құру жағынан. Яғни қазір толықтай академияны төбесінен қарап тұрмын да, қай жерде қандай процесстер болып жатқанын. Яғни қазір фин модель құру арқылы қай продукт бізге более прибыльный екенін түсіндік. Соған қарай мен оргструктура құру арқылы әр команданың мүшесіне чек-лист жазып қойдым, яғни кім не істеу керек екенін, жауапкершілігі қандай екенін жазып шықтым. Соған қарай қазір толықтай система құрылып жатыр. Баста өте бұрынға қарағанда өте қайда жеңілдірек болып қалды жұмыс істеу. Және қазір неден бастап, неге баратынымызды, толық масштабқа қалай шығатынымыздың жолы түсінікті болып тұр. Көп адам ойлайды, что тек мысалға бір нәрседе ғана разбираться етсем болды деп, яғни қалған жақтарынан кіргісі келмейді. Но мультифункциональный болған өте маңызды. Және барлық салаларда ішіндегі процесстерде түсінік болған өте қатты маңызды. Себебі ол кейін артынан өте көп проблемалар алып келеді. Бизнесіңде немесе өзінің продуктында, услуганы сатқан кезде, любой нәрседе. Кері байланыс өте қатты маңызды. Себебі сен процессте жүрген кезде сол жұмысыңның минустарын көрмейсің да, яғни толықтай фокусың бір жерде болып кетеді, туннельдің мышлениесі болып кетеді да. Және сен кері байланыс басқалардан, білетін адамдардан сұрай арқылы өзінің уже минустарыңды бетіңе басады да. Сол жағынан өте қатты кері байланыс маңызды. Жеткізу подачасы өте жеңіл, яғни өте көп примерлермен жеткізеді. Сол мысалға өте қиын нәрсені, допустим, оргструктураның өзін простой чашкамен, мысалы кафеде қалай заказ бергеннің процесін түсіндіріп береді деген сияқты, яғни қиын нәрсені жеңілдетіп, басқа қонымды етіп жеткізіп береді.
Бұл біріншіден енді бастап келе жатқан начинающий кәсіпкерлерге, одан кейін фрилансерлерге, маркетологтарға, соңында граф деген жалғауы бар барлық эксперттерге арналған деп санаймын. Себебі бұл нәрселерді білмесең, фундамент қоймасаң, ары қарай өсуің де қиын болады.